Баршаңызға сәлем. Бүгін өзі қытырлап тұратын сочный сорпасы ішінен ағып тұратын чебурекидің рецебімен бөлісетін боламын. Ондай болса бастайық. Чебуреки жасау үшін бізге 500 грамм ұн керек, 50 грамм сұйық май, 10 грамм тұз, начинкасына 3 дана пияз және 700-800 грамм фарш керек. И 250 грамм қайнап тұрған су керек. 500 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз алдымен. Ұрлап аламыз да, соған 10 грамм тұзымызды саламыз. 50 грамм сұйық майымызды қоямыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды қоямыз. Прям қайнап тұрған болу керек, қол күйдіретіндей. Басында қасықтың күшімен, сосын кейін кішкене суыған соң қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты и өте қатты жұмсақ болмау керек, бір келікті болу керек. Енді қолмен илейміз. Бес минуттай басамыз, сосын кейін 25-30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын жасай бергенше тестіміз кішкене бір-біріне бірігіп демалып тұру керек. Тесті дайын болды. Енді 25-30 минутқа қойып қояйық. Пищевой пленкамен жауып. Фаршымызға пиязымызды турап саламыз. Міне өстіп, сақтап турап аламыз пиязды. Пиязы мол болған жақсы, сонда чебурекиларыңыз сочный болады. Су ағып тұратын болады. Әрине чебурекиді ыстық күйінде жеген жақсы, суып қалғаннан кейін уже ондай сочный болмайды. Мінекей фаршымыз бен сарымсағымыз дайын болды. Енді осыған так кішкене. Енді мен көз мөлшерімен салам. Етім тұздалған менің, сол үшін шамамен 10-20 грамм тұз саламыз. Сосын кейін міндетті түрде дәмі үшін 5-10 грамм тоже қара бұрыш салып, енді жақсылап осыны араластырамыз. Пияздар дәу-дәу болып көрінуі мүмкін сіздерге. Ол іштен кетпейді. Қуырылғанда баяу отта қуырған соң, еті мен пиязы бәрі пісіп кетеді. Енді пиязды теркадан өткізіп жесеңіздер де болады, бірақ маған өзіме тураған, бәрін турап істеген ұнайды. Міне нанымыз 30 минут болды. Енді 30 минуттан кейін нанымызды тағы бір басып қоямыз. Бисмиллах деп. Нанымыздың әбден қану керек. Нанымыздың қанса, чебурекиіміз прям күшті көтеріліп піседі. Воздушный болып. Енді тағы да 25 минутқа қалдырайық. Ал тестіміз дайын болды. Енді чебурекиіміз жасайды. Көп тесті, мынадан 30-40 чебуреки шығады. Маған онда көп тесті керек жоқ. Қалған тестімді мен морозилкаға қатырып, кез келген қонақтар келетін жағдайда, мысалы қонақ келеміз десе, шығара салanda жасай салатын дайын болып тұрады постоянно. Бір лайфхак деп ойлаймын мен. Енді міне 30 граммнан тестамызды бөлеміз. 15 шақты жасасам жетеді қазір. Деп фаршын салып, жақсылап жапсырамыз. Сосын кейін вилкамен, немесе өзінің специальный чебурекиді кесетін несі болады. Менде ондай жоқ. Сол үшін мен бұның объемын кішкентай қылып столға қойғанға да жасасаңыздар болады. Мен бүгін кішкентай балаларымен келеді қонақтарым, сол үшін кішкентай балаларына жегенге ыңғайлы болсын деп дәу-дәу. Өзімнің сол традиционный тоң майым, сұйық май араласқан кулинарный жері. Қуырылатын нәрсені тамаққа да бәріне осы. Өзімнің сұйық май мен тоң май араласқан тамақпен маймен жасаймын. Өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ.
сұйық май араластыратын себебім сол кезде тоңмайдың өзі таза болса, ол қатып қалады. Сұйық май араластырып қойсаңыз, ол пісірген заттарымыз қатпайды. Ал бисмиллах деп енді чебурекелерімізді қуыра бастаймыз. 3 позицияда қуырамыз. 3 минут былай қойсамыз, қазір көрсетем. Осындай чебурекелер шықты. Ал ішін қазір бөліп көрсетем. Тестасы үгітіліп тұрған, қараңыздар, қандай күшті болып шыққан. Ішінде суы былай ағып тұру керек. Сорпасы ағып, әдемі болып шыққан. Ас болсын. Енді дәмдадық. Бисмиллах деп. Өте дәмді шыққан. Өте прям сочный. Ішінде фаршы да пісіп кеткен. Тестісі қыртылдап тұр, жұқа. Өте дәмді шыққан. Енді өздеріңіз қараңыздар. Егер тестіні кішкене қалың қыламыз десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Негізі бізге тестінің жұқа болғаны ұнайды. Сол үшін біз жұқа қылып жасадық. Ал менің осы жасаған чебурекейдің рецепті сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, достарыңыздан бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше.